Білек сүріндіре алмағанды білім сүріндіреді. Елімізде білім саласындағы жүйені дамыту шаралары барынша қолға алынғанмен шешім таппай отырған олқылықтар бар. Ұстаз бен оқушының арасындағы қарым-қатынас әлі де болса сүйінші сұрарлық емес. Мектептің басты тұлғасы мұғалімдердің мәртебесін көтеру үшін не істеу керек? Ұрпақ тәрбиесіне баланы 18 сағат тәрбиелеген ата-ана ма әлде 6 сағат білім беретін ұстаз жауапты ма? Өрлеу институтындағы жиында осындай сұрақтар көтерілді. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі дейтін Ыбырай Алтынсариннің ұлағатты сөзі естен шыға бастаса керек. Жақсы болсын, жаман болсын, әйтеуір ұстаз деген ұлағатты тұлға. Ыбырайға қымбат болған ұстаз бүгінгі жұртқа неге сонша қолжаулық секілді? Ауыр сұрақ. Сенсация іздеген интернет қауымда бүгінде ұстаздың бір кемшілігін көре қалса, жарыса жарнамалайтынды шығарды. Сосын қызды-қыздымен кеткен топ қаусырап тұрған беделді құрдымға жібереді. Әйтеуір соңғы кездері жақсының жақсылығын айтып, нұрын тасталмай жүргендер көбейіп жатыр. Біздің мектептегі балаларымыздың алдында біздің ұстаздардың үлкен қарызы бар, борышы бар. Себебі біз оларға заманауи білім беріп жатырмыз ба, жоқ па? Біздің қазіргі талаптар, оқушылар бізден артық біліп жатқан жерлер болып жатады. Себебі университет бағдарламасы бұрын бекітіліп қойған стандарт, қазіргі мектептегі Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін алатын болсақ, суммативті бағалау, нәтижеге байланысты бағалау. Ол әлі институтта берілген жоқ. Ал бірақ енді біз сабақ беріп жатқан мұғалімдерді институттан білім алған жоқ екенсің ғой, сен бұны білмейсің деп лақтырып тастай алмаймыз ғой. Сондықтан бұл жерде олардың біліктіліктен арттырып, қазіргі талаптарға сай қайтадан дайындауымыз керек. Қайтадан дайындау бағдарламасы жасау керек. Жетілдіруіміз керек. Мен ойым сол. Әрине жаңа үш тілдік енгізіп жатырмыз, ағылшын тілін жатырмыз. Енді ағылшын тілін қазір біліп жүрген мамандарға ағылшын тілін үйреткен, ол ағылшын тілін сабақ беріп кете ала ма, жоқ па, ол белгісіз, бірақ оны бастауымыз керек. Себебі оның бізге алдымызда мысалдары бар. Инновациялық мектептер беріп жатыр үш тілде. Өрлеу педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында өткен жиында ашық диалог алаңына айналды. Білім беру ұйымдарының қызметкерлері саладағы мәселелерге сын емес, қалай шешудің жолдарын ұсынып жатты. Мамандар білімнің былыққа батуы ұлтқа төнген қатер дейді. Эфирді ессіз эстрадамен толтырған телеарналар әлемді біліммен бағындырған жанкешті жандарды насихаттаса, бұл мамандыққа деген құрмет артар еді. Мен қағазға қарамай, ана жаққа шықпай, осылай отырып сөйлесек деп отырмын. Жалпы мына қазақшалап, мына столдың бәрін алып тастап, молдас құрып, ортамызда кедергі болмаса, одан жақсы болар еді. Бірақ енді қыз балаларымыз қысқайында кетпеген, өйтіп отыра алмайды. Аяқтары өтіп қалады. Бірақ столды жоқ деп есептеп, басшы жоқ, бәріміз бірдейміз деп ойды ортаға салсақ. Енді Түркістан облысы, Шымкент қаласы бұғанға дейін бір білім саласында болды. Қайткенмен енді Шымкент бүгін республикалық деңгейдегі статус алып отыр. Сондықтан білім саласы осы деңгейге сай болу керек. Келген бетте жаңа Исатай Өмірзақұлы айтты, біз оқытатынымыз, тәрбиелейтініміз бір елдің балалары, бір елдің ұрпақтары. Сондықтан қандай да бір бөліну екі ортада болған жоқ. Білім беру ұйымдарын екі жаққа беру жұмыстары өте бір сондай түсіністікпен жүргізілді. Біздің балаларымыздың бойындағы имандылық, үлкенге деген құрмет, жалпы барлық қасиеттер қалыптасқан. Енді мен өзім білім саласында халықаралық деңгейде бірнеше жыл сарапшылармен жұмыс жасадық. Мына болашақ бағдарламасы бойынша шетелге мамандарды оқытумен айналыстым. Сонда шетелдік эксперттер, сарапшылар қазақ баласының бойындағы білімге деген құштарлық, қанда бар қасиет, олардың жаңағы шет тілде сөйлеуінің тілдің тазалығын айтатын. Ағылшын тілін шетелдік маманмен бірдей акцентсіз қалай сөйлейсіздер оқушыларымыз, студенттеріміз. Сондықтан осыны ары қарай дамытып, сол балаларға сапалы түрде енді халықаралық деңгейден білім жағынан сапаны арттыру біздің ең басты мақсатымыз. Ал тәрбие жағынан айтарымыз бұл барымызды бағалау. Құрметті әріптестер, Түркістан облысынан келіп отырған әріптестер, барлықтарыңыздың қызметтеріңізге, істеріңізге сәттілік тілейміз. Білім саласында енді бір-бірімізге жақын болып жатқандықтан, тек қана осылай тәжірибе алмасып, білім саласын бірдей
дамытып жеткізе берейік. Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бірлесіп ұйымдастырған бұл жиында илегені бір терінің пұшпағы болған қызметкерлер жиылды. Жасырмай айтылған жайт көп. Мәселен, биылғы жылы Түркістан облысы бойынша ұстаздар аттестациялаудан өткен. Сонда 60% жақсы көрсеткішпен көзге түссе, 40% өтпей қалған. Білім сапасы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсу кепілі тақырыбында өткен ашық алаңда осындай мәселелерге қатысты баяндамалар жасалды. Бірақ бұл жолы параққа үңілгендер сирек болды. Дәл осы бағытта бүгінгі күні мына білім берудің бағалау жүйесін қадағалауда алдағы уақытта осы білім бақылау департаменттері тарапынан мына PISA, SAT немесе мына AST бағдарламаларының жүйесінде енді сіздердің білім мекемелеріндегі білім жүйесі зерделенетін болады, тексерілетін болады, қадағаланатын болады. Дегенмен осы департаментқа келгенде не істедің деп маған да бір күні сұрақ қояды ғой. Осы бағытта осы бақылау, қадағалау жүйесін басқарманың біздің департаменттің тарапынан электронды түрде нұсқасын біз дайындадық. Білім министрлігінің алдында осы мәселеде алдағы осы айдың соңында егер біз осы ұсыныстарымызды енгізіп көреміз, мектепте де бұл қиын емес болды. Өздеріңіз білесіздер, мына балабақшаға қабылдауда, жұмысқа қабылдауда, электронды жүргізуде, осы Шымкент қаласына жүргенде осы электронды жүргізуді. Жиынның түйіні мынау: ұлағатты ұстаздың беделін көтеру үшін 3 жұмысты қолға алу керек. Нарықтық заманда айлығы шайлығына жетпейтін қауымның арасынан ұстаздарды алып шығу керек. Өсіп келе жатқан ұрпаққа мұғалімнің мәртебесін, абыройын үлгі ету. Сан мыңдаған қоғамдағы жұмыстарға тарта бермей, білімі мен құқығын қорғайтын орта керек. Міне осындай ұсыныстар ескерілсе, елдің ертеңі үшін елеулі іс болмақ. Бағланбай Көбекқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.